Бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысында облыс әкімі Алтай Көлгінов елбасыға өңірдің әлеуметтік экономикалық даму барысы туралы есеп берді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша елді мекендердің 50%-на ауыз су құбыры тартылған, ал халықтың көгілдір отынмен қамтылу көрсеткіші 95,5%-ды құрайды. Барлық коммуналдық қызмет тарифтері төмендеді. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында 40-тан астам жоба жүзеге асырылды. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік экономикалық даму жөнінде қысқаша баяндау рұқсат етіңіз. Өзіңіз қабылдаған мемлекеттік бағдарламалар мен азаматтардың тұрмыс сапасын арттыру жөніндегі жолдауыңыздың іске асырылуы өңірдің дамуына оң ықпалын тигізуде. 2018 жылы өнеркәсіп өнімі 2,5 триллион теңгені құрады. Бұл алдыңғы жылдың көрсеткішінен 600 миллиард теңгеге көп. Экономикадағы инвестиция көлемі 453 миллиард теңгені құрап, 3%-ке жуық өсімді көрсетті. Шикізаттық емес сектордағы инвестиция 11%-тен асты. Оның ішіндегі ауыл шаруашылықтағы инвестиция үлесі 42%-ке көбейді. Қарашығанақ кен орнында жер асты су деңгейінің көтерілуіне байланысты газ және конденсат өндірісі 4%-ке төмендеді. Бірақ, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өзіңіздің өңдеу өнеркәсібін дамыту жөніндегі тапсырмаңызға сәйкес жұмыс жасалынуда, соның нәтижесінде 11,5% өсім бар. Осы саладағы еңбек өнімділігі 22%-ке артты. Жеңіл өнеркәсіп өндіру 30%-ке, дайын металл бұйымдардың өндірісі 72%-ке артты. Өңдеу өнеркәсібінің экспорт көлемі де артып келеді. Орта және шағын бизнестің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 40%-ті құрап отыр. Кәсіпкерлердің саны жыл сайын өсуде. Салық түсімдері 18%-ке артып 303 миллиард теңгені құрады. Агроөнеркәсіп кешенінде өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес экспортқа негізделген және қалдықсыз өңделетін жобалар дамып келеді. Иран мен Қытайға жасаған ресми сапарларыңыздан кейін бізге жақсы мүмкіндіктер ашылып, осы елдерге ет экспорттауды бастадық. Нәтижесінде ет экспорты 35%-ке өсіп, 3000 тоннадан етті экспорттадық. Алдыңғы жылы көрсеткіш бұл 2200 тонна болған. Сонымен бірге Экспо 2017 халықаралық көрмеге келген финляндиялық инвесторлар Орал қаласында тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін жаңа жобаны бастап кетті. Жылына 100 000 тонна қалдықты өңдейтін қуаты болады. Ирригациялық құрылымдарды қалпына келтіру туралы тапсырмаңызға сәйкес өңірімізде 8 негізгі нысан қайта қалпына келтірді. Жаңа каналдар ашылды. Жаңа 180 шақырымды құрайтын жаңа канал осы көктемде жұмысын бастайтын болады. Ол 4 ауданның көлемінен өтетін болады, 130 000 гектар суланатын болады. Қалған ирригациялық құрылымдардың нәтижесінде 40 000 гектар лиманды суармалы жер іске қосылды. 4 000 гектарға тұрақты суармалы жер сумен қамтылды. Сонымен қатар пайдаланылмай жатқан 1 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Нұрлы жол, нұрлы жер және 5 әлеуметтік бастамаларыңыз тұрғындарымыздың өмір сүру сапасын арттыруда. Облыс бойынша 450 шақырым жол жөнделді. Жыл сайын өзіңіздің қолдауыңыздың арқасында километраж көбейіп келуде. 432 000 шаршы метр тұрғын үй салынды. Ол өткен жылғы көрсеткіштен 40 000 шаршы метрге көп. 3500 пәтер салынып жатса, қазіргі уақытта 1000 отбасы қоныстанды. Жұмыспен қамту бойынша 30 000-ға жуық адам тартылып, оның жартысы тұрақты жұмыстарға орналасты. 5 әлеуметтік бастамаңыздың жүзеге асырудағы алғашқы... Мен барғандағы айтқан ішкі жолды кірістіңге салуға? Иә, қазір баяндап берем, Нұрсұлтан Әбішұлы. Бұл үлкен қолдау болды өзіңіздің барған тапсырмаңызға сәйкес. Жаңа 5 әлеуметтік бастамаңызға сәйкес мынандай жұмыстар басталып кетті. 1 миллиард 100 миллион теңгеге несие беріліп, қазіргі уақытта 145 пәтер 7-20-25 бағдарламамен берілді. Бұл жұмыс жалғасуда. 67 000 адам салық жеңілдігін қазір пайдалану бастады. 5 жатақхана құрылысын салуға жобалық сметалық құжаттамасы аяқталуда. Оны биыл құрылысты бастаймыз. 1800 орынға студенттер орынмен қамтамасыз етілетін болады. Шағын несие бойынша 4 миллиард 300 миллиард теңге бөлініп, 1242 несие берілді. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өткен жылдың мамыр айында біздің өңірге жасаған жұмыс сапарыңыздың нәтижесінде өзіңіз нақты тапсырма берген болатынсыз. Ол облыс орталығымен ең шалғай аудандағы 600 шақырымда тұрған Бөкей Ордасы, Жәнібек, Казталов аудандарында жол салу жөніндегі тапсырмаңыз көптен күткен тұрғындарымыздың ерекше қуантты, өзіңізге зор ризашылығын білдіруде. Бұл жұмысты біз министрлікпен бастап кеттік, үкімет бақылауда ұстап қаражатты бөлді. Ішкі жолдарды салу мынандай магистральный бетон емес қой бұл? Жеңіс. Как называется? ШПУ, разные дешевые методы же есть внутри дорог. Холодный ресайклинг. Это
Двухсторонняя сельская дорога. Нормально ездить, чтобы можно было. Это же не шестиполосная железобетон. Это же проще же строить, намного дешевле. Проще в 2,5-3 раза дешевле. 1 километр қанша сол ішкі жолдың? Ну, в районе 70 миллионов тенге, если мы республиканскую... 70 миллионов тенге. 70 миллионов тенге. А мына жолдар $1 миллион каждый, примерно. Сондықтан мынаны тезірек салуға болады ғой ішкі жолды. Давай. Биыл бастайсың ғой енді? Бастаймыз, Нұрсұлтан. Март айында конкурс басталады, жазда құрылыс басталатын болады. Вот өкіметке рахмет айт, ақжа бөліп. Согласно вашему посланию по улучшению качества жизни населения, Халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған тапсырмаңызға сәйкес 110 елді мекенге ауыз су құбыры тартылды. Бұрын тұрғындары сапалы ауыз суға зар болып келген 4 ауданның орталығына таза тіршілік нәрі жеткізілді. Қазір орталықтандырылған су жүйесіне қосылған елді мекендердің үлесі 36%-дан 50%-ға жетті. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады. Ал халықтың көгілдір отынмен қамтылу деңгейі 95,5%-ға жетті. Облыс орталығында жаңадан Ақжайық шағын ауданы бой көтереді. Жалпы аумағы 750 гектарды құрайды. Қазір қала іргесінде инженерлік коммуналдық желілерді тарту жұмыстары жүргізілуде. Оралда қазір 350 мыңдай адам тұрады. Алдағы 10 жыл ішінде халық саны 500 мыңға жетеді деп ойлаймыз. Жаңа шағын ауданда нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламалары арқылы құрылыс жанданады. Салынған үйлер 7-20-25 бағдарламасы бойынша беріледі. Аймақтарды индустрияландыру бағдарламасы бойынша конденсат зауыты өңірде жергілікті мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуді бастады. Ал цифрлық Қазақстан жобасына келсек, облыста 40-тан астам жоба жүзеге асырылды. Денсаулық сақтау саласында құжаттар 100% электронды форматқа көшірілді. Нәтижесінде дәрігерлердің науқастарға бөлетін уақыты 2 есеге көбейді. Яғни ақжелеңділер уақытының көп бөлігін қағазбастылыққа емес, емделушілерді қарауға жұмсайтын болады. Білім беру саласында да жарқын істер жетерлік. Балабақшаларға кезекке тұру электронды түрде іске асады. 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар 100% мектепке дейінгі білім беру ұйымдарымен қамтылды. Сіздің тапсырмаңызға сай, коммуналдық қызмет тарифтері төмендеді. Әр салада қызмет ететін 121 мыңға жуық батыс қазақстандардың жалақысы сіздің тапсырмаңызға сәйкес көбейтілді. Өңіріміздің зиялы қауым өкілдері, жастары мен кәсіпкерлері рухани жаңғыру бағдарламасымен ұлы даланың 7 қыры атты мақалаңызды зор ықыласпен қабылдап, қазіргі уақытта 250-ден астам жобаны демеушілер мен меценаттар өз тарапынан жасауда. Өзіңіз ресми түрде ашып берген жастар жылын Ақжайық жастары ерекше қуанышпен қарсы алды. Нақты жобалар жоспарланды. Өңірімізде еш жерде жұмыс істемейтін жастардың үлесі 3%-ті құрап отыр. Қазір біз осы жастармен жұмыстанудамыз. 11 мыңнан аса жас жұмысқа орналастырылды өткен жыл. Өңірде стартап жобаларды жүзеге асуға мүмкіндік беретін 9 коворкинг орталығы ашылды. Өткен жылы 4 ірі спорт кешені салынса, биыл спорт колледж мен интернат бой көтеруде. Сонымен қатар Нұр Отан партиясымен бірлесіп, ауылдарда 100 спорт алаңын салуды бастап кеттік. Аса құрметті елбасы, сіз қабылдаған бағдарламалар орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, тиісті дәрежеде атқарылуда. Өңірдегі қоғамдық саяси ахуал тұрақты.